Сәлеметсіздер ме студенттер? Бұл мен Дәулетхан Шаттық, Сәрсен Аманжолов атындағы жоғары колледж оқытушысы. Пәніміз гимнастика және оны оқыту әдістемесі. Бүгінгі тақырыбымыз гимнастикалық құрал-жабдықтар. Гимнастикалық құрал-жабдықтардың ішіндегі бірінші танысатынымыз гимнастикалық бөрене. Бұның жасалуы ағаш бруспен биіктігі өзгермейтін екі металдан жасалған тіреуден құралады. Ал енді негізгі өлшемдерін айтсақ, құралдың биіктігі 1200 мм, ағаш брустың ұзындығы 5000 мм, жалпақтығы 130, брустың қолданатын бетінің жалпақтығы 100. Келесісі гимнастикалық бөрене, жерде орналасқан, жаттықтыруға арналған. Ағаш бруспен биіктігі өзгермейтін екі ағаш тіреуден құралады. Негізгі өлшемдері: брустың ұзындығы 5000, жалпақтығы 130, брустың қолданылатын бетінің жалпақтығы 100. Келесісі гимнастикалық ат. Негізгі дене, яғни корпусы мен биіктігі өзгертуге болатын тіреулерден құралады. Бұл гимнастикалық аттың өлшемдері: ұзындығы 1600, жалпақтығы 350, биіктігі 900 немесе 1150. Тұтастығының ұзындығы 110, тұтқасының биіктігі 120. Ал келесісі гимнастикалық ешкі. Негізгі дене корпусы биіктігі өзгертуге болатын тіреулерден құралады. Негізгі өлшемдері 600, 350 және 900 немесе 1150. Гимнастикалық орындық. Биіктігі өзгерілмейтін металл тіректерде орналасқан, ағаш орындықпен берік болу үшін қосымша ағаш брустан құралады. Негізгі өлшемдері: ұзындығы 2000, 2500, 3000 және 3500. Жалпақтығы 230, биіктігі 300. Гимнастикалық көпір, яғни пружиналық. Тірек секірулер орындауға қажет. Құрылысы: көп бағытты фанера. Көпірдің үсті сырғанап кетпеу үшін арнайы материалмен қапталған. Көпірдің үсті мен тіректері арасында жоғары сапалы болатын жасалған екі пружина орналасқан. Яғни енді бұның өлшемдері: ұзындығы 1200, жалпақтығы 600, биіктігі 230. Гимнастикалық қабырға. Әртүрлі дене тәрбиесі жаттығуларын орындау мен қосымша құрал-жабдықтарды орналастыруға арналған. Гимнастикалық қабырға қарағайдан жасалған, тіректер мен қайыңнан жасалған баспалдақтардан тұрады. Яғни бірінші өлшемі: жалпақтығы 800, биіктігі 2800. Екінші өлшемі: жалпақтығы 1000, биіктігі 3200. Әртүрлі биіктіктегі гимнастикалық брусья әйелдерге арналған. Тіректер ағаштан жасалған, жоғары және төменгі салмадан биіктігі мен арақашықтығын өзгертуге арналған механизмдерден құралады. Өлшемдері: төменгісі үшін 1400-1600,
жоғарғысы үшін 2200, 2400. Екеуінің ара қашықтығы 900, 1400. Боруссияның салмағы 80 кг аспау керек. Гимнастикалық Боруссия, яғни ерлерге арналған. Ұстап тұру механизмдері бар, 4 тіректен, 2 пластиктен жасалған табаннан, 2 рамнан тұрады. Өлшемдері: тіректің ара қашықтығы 2300, биіктігі 1150, 1750. Екеуінің ара қашықтығы 380, 580. Енді сіздерге осы бүгінгі сабағымыздан тапсырма. Айтылған құрал-жабдықтардан басқа қандай гимнастикалық құрал-жабдықтарды білесіз? Екіншісі, гимнастикалық құрал-жабдықтардың адам ағзасына тигізетін пайдасы қандай? Осы сабағымыздың үй тапсырмасы: Қазақстандағы гимнастиканың дамуы. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.